Баршамызға сәлем достар. Әдеттегідей сіздермен бірге Шору каналы. Бүгінгі шығарылымыз түсіңізде бит көрсеңіз, оны қалай жору керектігін назарларыңызға ұсынатын боламыз. Егер сіз биттердің көп санын көріп, оларды өлтіре алмасаңыз, бұл қаржылық дағдарысқа ұшыраудың белгісі. Соның салдарынан қарыздарыңыз жиналатын болады. Егер қыз басы битке толғанын көрсе, бұл қыздың өмірінде көп жақсылыққа ие болатын және оған үлкен ризықтың келетінін білдіреді. Түсіндегі ақ бит түс көрушінің уақыт өте келе, ол ұзақ уақыт бойы бастан кешкен барлық кедергілер мен дағдарыстардан төтеп бере алатынының дәлелі. Ал егер бір бит көрсеңіз, сәтті сауда жасайсыз, үлкен бит көрсеңіз, арманыңыз орындалатын болады. Егер битті тарақтан көрсеңіз, күтпеген жағымды сыйлық алуыңыз мүмкін. Егер басыңыздан битті алып лақтырып жатсаңыз, қандай да бір жауапкершіліктен арыласыз. Өз басыңыздағы битті сығып жатсаңыз, ақша тез жұмсалып кетеді. Басқа адамның басындағы битті сығып отырсаңыз, басқа адамның пікірінен қорқасыз, тәуелдісіз. Басты қасу молшылық. Науқас үшін бұл тез арада жазылатынын білдіреді. Битті өлтіру өз еркіңізбен бағалы мүмкіндіктен жоғалту. Түсінде битті әйел адам көрсе, бұл оның серігіне сенбей жүргенің болуы мүмкін. Сіз оны қызғанып, іштей уайымдап жүрген болуыңыз мүмкін. Күмәнданып жүргеннен гөрі онымен ашық сөйлескеніңіз жөн. Егер түсінде битті ер адам көрсе, бұл жақын арада баюды білдіреді. Біреу бұрынғы қарызын қайтару немесе сәті түсіп, жұмыста жолыңыз болатын болады. Егер түсіңізде кішкентай биттерді көрсеңіз, ол да молшылықты білдіреді. Отбасыңыздағы ешкім қаржылық қиындықтар көрмейтін болады.